Так, құрметті депутаттар, құрметті сессия отырысына қатысушылар, жалпы сессия жұмысын бастамас бұрын бір жақсы приятный миссияны бітіріп алсақ па деген ой болып отыр. Мына өздеріңіз білесіздер, биылғы жыл саяси науқан, үлкен іс-шаралар науқаны келе жатыр, өтіп жатыр. Өткен айдың 15 наурызында жалпы халықтық референдум президенттің бастамасымен үлкен деңгейде, жоғары деңгейде ұйымдастырылып өткізілді. Міне осыған байланысты Қазақстан Республикасының жаңа конституциямыз ата заңымыз қабылданды. Міне осы кезеңде саяси науқанда дайындауға, оны қабылдау жөнінде, оны өткізу барысында атсалысқан біздің әріптестерімізге біраз марапаттар келген екен. Сондықтан да сессия жұмысын бастамас бұрын осыны тапсыруға рұқсат етіңіздер. Алғыс хат құрметті Жұманқұлов Марат Сейітбекұлы, сіз Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы жобасын сапалы дайындауға, қабылдау жөніндегі жалпы халықтық референдум ұйымдастыруға және өткізуге айрықша атсалыстыңыз. Азаматтық берік ұстанымыңыз арқылы мемлекеттік басқару құрылымын жетілдіруге, игі бастамалар жүзеге асыруға елеулі үлес қостыңыз. Бұл келешек жолындағы қоғамдық саяси маңызы бар оқиғаға белсенді қатысқаныңыз үшін сізге алғысымды білдіремін. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Міне осындай алғыс хатпен Нариман Бөлдешұлы Мауленов. Еңбек жемісті болсын. Осындай алғыс хатпен Дүйсенкүл Керімқұлқызы Керімбаева. Осындай алғыс хатпен Гүлсін Алиевна Ишеева. Оны рахмет үлкен атсалысқаны үшін. Осындай алғыс хатпен Қарлығаш Жалғасқызы Бибазарова. Рахмет үлкен. Осындай алғыс хатпен Әсел Әбілханқызы Жапарова. Осындай алғыс хатпен Айгерім Маратбекқызы Дәулетбаева. Ал Айгерім, рахмет үлкен. Президенттің қолынан алып атыстар, жетістіктеріңіз көп болсын әріптестер. Так, алғыс хат. Әділетті және прогрессивті Қазақстанның халықтық конституциясының жалпыұлттық коалицияның үгіт-насихат жұмыстарына белсенді атсалысқаны және азаматтық ұстанымы үшін алғыс білдіремін. Сізге мықты денсаулық, бақ-береке, елгезек жолындағы қызметіңізге толайым табыс тілеймін. Жалпыұлттық коалицияның жетекшісі Ерлан Қошанов, Саурық Нұрлан Байзақұлы марапатталады. Мәжіліс төрағасының алғыс хатымен. Ал, құреке құтты болсын. Так, осындай мәтінде келіп жатқан құттықтаулар облыс әкімінің құрмет грамотасымен өмірдің әлеуметтік экономикалық дамуына қосқан үлесімен көп жылғы жемісті еңбегі үшін Байгенжиев Шахан Қуанышұлы марапатталады. Ал, Шәке, еңбек жемісті бола берсін. Так, Дәулетбаева Айгерім Маратбекқызы облыс әкімінің құрметімен грамотасымен марапатталады. Бүгінгі күн Айгерімдікі болатын болды ғой? Жуу керек. Жуыс керек. Оны айрықша құрмет көрсетіп жатыр Айгерімге. Мінекей осындай марапаттарыңыз құтты болсын, еселі еңбектеріңіз еселене берсін.
алатын алғыстарыңыз, құрметтеріңіз көбейе берсін. Так, онда сессиямыздың жұмысын бастайық та, құрметті әріптестер. Тараз қалалық мәслихатының кезектен тыс 39-шы сессиясына 31 депутаттан 25 депутат қатысуда. Қатысып отырған депутаттар саны сессияны ашуға мүмкіндік береді. Кезектен тыс 39-шы сессияның жұмысын ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Так, сессия жұмысына Тараз қаласының әкімі Орынбеков Бақытжан Әмірбекұлы, Тараз қаласы прокуратурасының, мемлекеттік кірістер басқармасының, қала әкімінің орынбасары мен аудан әкімдері, бөлім және мекеме басшылары, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысып отыр. Құрметті депутаттар, Тараз қаласының мәслихатының регламентіне сәйкес сессияның күн тәртібіндегі мәселелерден ауытқымай сұрақтар қоюларыңызды сұраймын. Жалпы отырыстың соңында сіздерге уақыт беріледі. Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі бірінші мәселені қарауға көшеміз. Регламентті бекітіп алайық айтпақшы. Сессияның күн тәртібінің жұмыс регламенті қолдарыңызда бар. Өзгертулер мен толықтырулар бар ма? Жоқ. Ондай болса сессияның күн тәртібінің регламенті бекітілді деген ұсыныс бар. Дауысқа қоям, кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ. Шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, депутаттың күн тәртібіндегі бірінші мәселені қарауға көшеміз. 2026-28 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы Тараз қалалық мәслихатының 25 жылғы 19 желтоқсандағы 35-3 шешіміне өзгерістер енгізілу туралы. Баяндама жасау үшін сөз қала әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы Ордабаев Жандос Сыйласбекұлына беріледі. Құрметті Бақытжан Әмірбекұлы, құрметті Кенжебек Мамышбайұлы, құрметті депутаттар. Сіздердің қарауларыңызға Тараз қалалық мәслихатының 2025 жылғы 19 желтоқсандағы 2026-2028 жылға арналған қалалық бюджет туралы шешімнің жобасына өзгерістер енгізу ұсынылып отыр. Қалалық бюджетті нақтылау жобасы Қазақстан Республикасы бюджет кодексінің 90-шы бабына және ағымдағы жыл 1 сәуірде өткен облыстық бюджетті нақтылауға байланысты өткізіліп отыр. Бюджетті нақтылау барысында облыстық бюджет есебінен мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу арқылы Асқаров көшесінің соңындағы тұрғын алқапта 30 көп пәтерлі тұрғын үйдің құрылысын жүргізуге жалпы 8 миллиард 433 миллион 380 мың теңге қарастырылып отыр. Бұл үйлердің жалпы мемлекеттік бағдарламасы бойынша құны 25-8 миллиард теңгені құрайды. Жыл басында бастамасына 5 миллиард теңге қаражат бөлінген. Қазіргі уақытта құрылыс жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Нысандардың бәрі 2028 жылға өтпелі болып табылады. Енді нақты 8,4 миллиард теңгенің келетін болса, оның ішінде номері 2-ші, 4-ші, 6-ші, 7-ші, 11-ші, 12-ші, 14-ші, 16-ші, 17-ші үйлерге 460 миллион теңгеден, номер 8-ші және 15-ші үйлерге 400 миллион теңгеден, номер 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24-ші үйлерге 250 миллион теңгеден, және 8-ші учаскедегі номер 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші жер белгілеріне 250 миллион теңгеден бөлініп отыр. Құрметті депутаттар, қолдауларыңызды сұраймын. Баяндама аяқталды. Сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайын. Так, құрметті депутаттар, жаңа бұл мәселе тұрақты комиссияның отырысында да қаралды. Сұрақтар қойылды. Басқа қосымша сұрақтарыңыз бар ма Жандос Сыйласбекұлына? Жоқ па? Ондай болатын болса, жақсы, рахмет. Так, құрметті депутаттар, осы мәселе бойынша шешім жобасы қолдарыңызда бар. Шешім жобасын дауысқа қоям. Кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Бақытжан Әмірбекұлы, жаңа тұрақты комиссияның кезінде ұсыныстар болды. Жаңағы пәтер мәселесіне байланысты тағы да бір мәселелер болды. Енді оны біз неге тапсырма бердік тұрғын үйге? Анализ жасап бізге беріңіздер. Мәселе болатын болса, біз мәжілістің депутаттарына, министрлік бар ма, басқаларға депутаттық сауал ретінде өзіміздің тарапымыздан жолдайық деген келісімге келдік. Рахмет. Так, екінші мәселе. Келесі мәселеге қарауға көшеміз. Жер учаскесі мемлекет мұқтаж үшін алып қоюға байланысты шарттардың жобасына келісу туралы. Әріптестер, бұл қолданыстағы заңнамаға сәйкес аталған мәселе қалалық мәслихаттың инфрақұрылым, коммуналдық шаруашылық және жер қатынастары жөніндегі тұрақты комиссия отырысында жан-жақты толығымен қаралған. Баяндамашыны қайта тыңдаудың қажеттілігі бар ма? Жоқ болса рахмет. Нұржан Балтабайұлы, рахмет. Ана комиссияда қаралған шешілген мәселе.
Ондай болса, құрметті әріптестер, шешім жобасы бұл мәселе бойынша қолдарыңызда бар. Мен дауысқа қоям, кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Так, келесі мәселеге көшеміз. Тараз қаласында 2026-27 жылдарға арналған Тараз қауіпсіз қала жобасын іске асыру шаралар жоспарын бекіту туралы. Бұл мәселе бойынша да шешім жобасы қолдарыңызда бар. Шешім жобасын дауысқа қоям. Кім қолдайды? Менде бір сұрақ бар ғой. Аха. Депутат Жұманқұлов. Енді бәрімізге мәлім, қандай жоба болса да, қандай бағдарлама болса да, оған міндетті түрде қаржы көзі қарастырылу керек. Өйткені кейбір мәселелер қаржы қозғалмайды. Мына жерде мысалға жол көлік оқиғаларын зардап шеккен тұлғалардың саны 10%-ға төмендеді деген бар. Ол тек қана бір сөзбенен ол азаймайды. Ол жерге болмақты қаражат керек қой, жаңағы камерасы бар, жаңағы полицейский бар. Мына бағдарламада ондай қарастырылмаған. Или мүмкін қарастырылған шығар, бізге жеткізген жоқ. Соны мына дайындаған жобаны дайындаған азаматқа сұрағым бар. Бұл қаржы көзін қажет етпей ме бұл жоба? Егер де қаржы көзі жетпесе, олар шаралар іске асуының несі қандай болады? Болжам қандай болады? Рахмет. Жақсы. Қайырлы күн, құрметті депутаттар. Марат Сепкешев өте дұрыс айтып отыр. Әрине, бұл іс-шаралардың барлығы қаржымен бекітілу керек, себебі қаржы болмаса іске аса алмайды. Жол қауіпсіздігіне байланысты келетін болсақ, мынау қаржы мәселесі жауапты бюджет әкімшіліктеріне бөлінеді ол қаражат. Солардың бюджетіне қаралған. Қысқаша мысал келтіретін болсам, мынау жол қауіпсіздігінде жол таңбалау, жол белгілерін жаңалау, жолдарды ағымды күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу ЖКХ бөлімінің міндеті болып аталады. Камералар орнатуға келетін болса, олардың барлығы облыстық бюджет арқылы келіп отыр. Сондықтан бұл іс-шаралардың барлығы міндетті түрде қаржымен тікелей қамтамасыз етіледі. Иә, жақсы. Бауыржан Серікович, естіңіз ғой, ана неге толықтырып, жаңағыда келтіріп жазыңыздар, хорошо? Басқа сұрақ бар ма? Жоқ болса, онда шешім жобасы қолдарыңызда бар. Кім қолдайды? Так, түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Келесі мәселе. Тараз қалалық мәслихаттың 2023 жылғы 23 қаңтардағы округтік сайлау комиссияларының құрамын қалыптастыру туралы 22-4 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Бұл мәселе бойынша да шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа қоям. Кім қолдайды? Көтерейік. Қарсы, түсіріңіздер. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Келесі мәселе. Тараз қалалық аумақтық және учаскелік сайлау комиссияларының құрамын қалыптастыру туралы Тараз қалалық мәслихаттың 2023 жылғы 27 желтоқсандағы нөмір 11-4 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Бұл мәселе бойынша да шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа қоям. Кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Келесі мәселе Тараз қаласы әкімдігінің жанындағы қалалық терроризмге қарсы комиссияның құрамын бекіту туралы. Бұл мәселе бойынша да шешім жобасы қолдарыңызда бар. Шешім жобасын дауысқа қоям. Кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Келесі мәселе Тараз қаласы әкімдігінің дербес құрамына келісім беру туралы Тараз қалалық мәслихаттың 2022 жылғы 4 ақпандағы нөмір 12-4 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Бұл мәселе бойынша да шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа қоям. Кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, кезектен тыс 39 сессияның күн тәртібіне енгізілген мәселелер қаралды. Сессияны жүргізу тәртібі бойынша ескертулер бар ма? Жоқ, олай болса, сессияның жұмысын жабық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Тақсаларыңыз қайтарыңыздар. Құрметті депутаттар, бірінші кезекте мынау марапаттарыңыз құтты болсын деп айтқым келеді. Бүгінгі күн тәртібіндегі мәселе өте өзекті мәселе. Өздеріңіз білесіздер, қала аумағында жаңадан 2 мөлтек бой көтеріп жатыр. Біздің практикамызға осы соңғы 3-4 жылда енгізіп жатқан практикамыз бар. Біз мына құрылыс жұмыстарын алдын ала, мысалы мынау қазіргі саланың 30 үйдің құрылысы 27 жылдың жоспары.
Алдын ала қамданып осы жұмыстарды бастау енді біздің бұндай қабылдаған шешіміміздің дұрыс екенін көзіміз жетіп отыр. Себебі қазіргі құрылысы жүріп жатқан үйлердің ең басты мәселе мынау әрлеу жұмыстары қыс мезгілінде емес, жаз мезгілінде өткізіп, оның барлығы тікелей оның сапасын көтеруге мүмкіндік беріп отыр. Бүгін тұрақты комиссияда көтерілген мәселе өте күрделі мәселе. Оның ішінде мынау отбасы банк тарапынан өткізіп жатқан конкурстарға қатысты Гүлнар жанына баяндады. Бұл мәселе бойынша да біз қазір толық зерделеу жұмыстарын жүргізуге мен тапсырма бергем. Енді мынау өздеріңіз білесіздер, отбасы банкіне қабылданып жатқан ереже, жаңа қабылдап жатқан ереже, іс жүзінде ол ереже өзінің біраз кемшіліктерін көрсетіп отыр. Осыған байланысты сіздермен бірге осы зерделеу нәтижесін сіздерге біз ұсынамыз. Соның негізінде ретінде біз сол ережелерге өзгеріс енгізу туралы ұсыныстарымызды дайындаймыз деп отырмыз. Сұрақтарыңыз бар ма, құрметті депутаттар? Одан кейін өткенде ауыл тұрғындары светтің мәселесі көп өсуіне байланысты елбасына жолдау жасаймыз деп себебі еріксіз өшіп қалады. Соған байланысты қала директері жаңа басқа заттар үйдің сияқты әңгімелер айтты. Қызыл жұлдыз ба? Жарық мәселесінің барлығы кейін толығынан шешіледі. Одан кейін үшінші мәселе мынау тас жолға Алматы тас жолы кіреберістерінде былтырғы жылы трубалар тасталып, мына су ортадағы жаңағы суғару жүйесі ортада трассаны қойды. Сол кезде орталардың бәрі қазып кетті де сол аяқсыз қалды. Қазір тақта өтетін болса, жолдан өтетін болса, трасса жақсы, бұрылар кезде арт болып тұрдаш орталар. Жақсы. Саябаққа келетін болсақ, Қазфосфатпен бізде келісім болған, бірақ мынау мекеме басшыларының тарапынан бізге мынау қосымша жаңа жер учаскесін бөліп берсеңіздер, біз ауқымды қаражат бөліп, жаңадан жоба жасап, үлкен бір саябақ салып берейік деген ұсыныс келіп түсті. Бірақ мынау Қызыл Жұлдыздағы саябаққа қатысты олар өзінің міндетін, жоспарларын орындайды. Ол жерде ағаш егуді, басқа да жұмыстар атқарылады. Бірақ негізі оларға біз қазір қосымша Ұлы Дала мөлтек ауданындағы, өздеріңіз білесіздер, бізде сол аумақтың егжей-тегжей жоспарына сәйкес 10 гектарды құрайтын саябақ құрылысы жоспарланған. Соның 2,5 гектары бізде қазір әлі игерілмеген. Сол 2,5 гектарды біз Қазфосфатқа беріп отырмыз. Олар қазір жобалық жұмыстарына да кірісіп кетті. Биыл ол жерде жаңа саябақ құрылысын салып береміз деп отыр. Егер осы уақытқа дейін біз олармен тек қана мынау Қызыл Жұлдыздағы саябақты жұмыс, мынау қосымша ағаш егу жұмыстары пысықталса, қазір олар енді жаңа ұсыныспен шығып отыр. Біз жаңа саябақ салып берейік қала аумағына. Сондықтан ол жұмыстар енді істелмеді деп айтуға әлі ерте шығар, себебі бүгін міне әлі сәуір айы, өздеріңіз білесіздер, көктемгі ағаш егу, көгалдандыру жұмыстары енді басталып жатыр. Қазфосфатта өзінің міндетін биыл толық атқарады деп біз сенеміз. Жарық мәселесіне келетін болсақ, Қызыл Жұлдыздағы мәселе бар. Биылға қаражат біз Ғабит қаражатын бөлдік. Мемлекеттік конкурстары өтті. Қазір жұмыстарды бастаймыз. Жаңа арық мәселесі. Ғабит Серғазыұлы, не арық ол? Мен есіме түсіре алмай отырмын. Ол мәселені зерделейік. Ғабит Серғазыұлы, зерделейік. Мен енді қазір ол жерде бір құрылыс жұмыстары, біз бұлдыр ол жерде құрылыс жұмыстарын біз жүргізген жоқпыз. Қызыл Жұлдызда. Иә.
Сол орталарына былтыр жаңағы орталарында суда су барды ғой жаңағы. Перекопты айтасыз ба? Перекоптар сол жабылмай қалды ғой. Перекоптарды Ғабит Серғазыл қазір Жамбыл даңғылында жұмыстар кеше басталды. Осы 1-2 күнде жабады оның барлығы. Бүгін жабасыздар, иә? 1-2 күн болды, Жамбыл даңғылында ағымдық жөндеу жұмыстары басталғанына. Бүгін олар аяқталу керек. Ертеңнен бастап біз ол аумақта жол таңбалау жұмысын жоспарлап отырмыз. Солай ма? Иә. Жақсы. Жолдың жағасында деп дұрыс түсінбей отырмыз. Жолдың ортасындағы былтыр біз анау көгалдандыру жүйесінің трубаларын ішіп кеткен ауыстырған болатынбыз. Сол жұмыстар қыс мезгіліне қалды да үлгермей қалдық. Қабылданды. Жақсы, басқа сұрақтар жоқ па? Бар сұрақ. Кімде? Елдос. Құрметті әріптестер, құрметті Бақытжан Әмірбекұлы. Мынау 15-ші мөлтек ауданы бар ғой, Ұлы Дала. Сол 130-ші үйге барып өткенде депутаттармен барғанбыз, тұрғындардың шағым бойынша. Бірінші айтатынымыз, 130-ші үйде свет жоқ 3 жылдан бері. Бином, мердігер бином екен, 3 жылдан бері светтер жоқ. Ол бірінші мәселесі. Екінші мәселесі, асфальт жолдардың бәрі сүрініп жатыр қазір. Бәрін алып тастап жатыр. Бірінші мәселесі. Екінші мәселе, балалар ойын алаңшаларын бәрі алып тастап жатыр. Оның орнына басқа балалар ойын алаңшалары соғылып жатыр. Бұл жаңағы 130-ші үйдегі тұрғындардың шағымдары, сол өздерінің үйлерінің алдындағы учаскесі бар ғой, жаңағы площадьта. Соның жартысы әдемі болып жасалады дейді, жартысы бұрынғы ескі ойын алаңшалары қалады дейді. Сол күйінде қалады, иә. Иә, соны бізге айтып атқаны, неге анау домның алдындағылар жаңа болады, неге бізге ескі болады? Неге ана домның алдындағы асфальт жаңа болады, неге бізге ескі болады дейді. Мен түсіндіріп айтайын. 4 үйдің аумағы, енді қалған депутаттарға түсінікті болсын деп отырмын, 4 үйдің аумағы. 4 үйдің аумағының абаттандыру жұмыстары, оның жаңа айтқан бір үй, қалатын үй. Ол сәл ертерек пайдалануға берілген үй. Қалған 3 үй бойынша мердігер 24 жылы өзінің міндетін толық атқармады. Істеген жұмыстары сапасыз болды, біз қабылдамадық. Қойған балалар алаңшасының сапасы, сертификаты бізге ұсынылмады. Сондықтан біз сотқа беріп, мердігермен келісім шартты бұздық. Сондықтан бір тиын ол нысан бойынша төленген жоқ. Соған байланысты қазір демонтаждау жұмыстар. Мердігер өзінің жасаған жұмысын бәрін толық жаңағы бордюр тастары бар, қойған балалар алаңшасын бар, оның бәрін демонтаж жұмыстарын жасап алып кетеді. Біз оны қабылдаған жоқ. Себебі біздің талаптарымызға жобаға сай емес. Сондықтан 3 үйдің алдындағы абаттандыру жұмыстары қайта жасалады. Ал жаңа айтып отқан тұрғындардың сұранысы маған түсінікті. Енді 3 аула жаңа жобамен жасалған, біздікі қалып баратыр деп. Ол жоба, мен егер қателеспесем, 22-ші жылы пайдалануға берген құрылыс бөлімінде. Солай ма? Солай. Сондықтан олардың үйі ертеректе қабылданып, жобаға сәйкес қабылданған. Сондықтан оны қайта жасауға негіз жоқ. Ал мынау 3 үйдің ауласы, әлі ол жұмыстар 24 жылы аяқталмаған, мердігер ол жұмысты тапсырмаған, біз қабылдамаған, соған байланысты биыл жаңа мердігерді анықтап, сол мердігер қайтадан жұмысын жасап жатыр. Әрине, сапасы басқа болады, ертерек, енді мөлтек ауданда өздеріңіз білесіздер, ертеректе пайдалануға берілген үйлердің жобасы қазіргі жобадан айырмашылығы бар. Қазіргі біздің стандарттарымыз, талаптарымыз балалар алаңшасына да, спорт алаңшасына да жоғары айырмашылық болады. Бірақ енді олардың үйі пайдалануға берілгеннен кейін, ол жерде қайта бар бұзып тастап, тұрған нәрсені бұзып тастап, қайта жасауға негіз жоқ. Себебі сол, жасалмайды. Болды ма? Мердігер, біз мердігерді шағырғанбыз сол жерге. Тұрғындар жаңағыдай шағым жасағаннан кейін мердігер 3 айдың ішінде сіздерге де сондай жасап береміз деп ұсыныс жасап кетті. Жақсы онда. Егер жасап жатса, егер азаматтар өз еркімен ондай жұмыстар жасап беруге дайын болса, біздің әрине қарсылығымыз жоқ. Бірақ бюджет есебінен қайта жасауға негіз. Бұл жерде кеткен бордюрлердің бәрі, асфальттың бәрі сол өздерінің шығындарына ғой мердігердің. Ол жұмыстарды бұл мердігер жасаған жоқ қой. Түсініп отырсыз ба? Ол жұмыстарды жасаған мердігер 22-ші жылы жасалған жұмыстар.
Егер ол жерде жаңағыдай ақаулар анықталып жатса, оны кепілдік мерзімі әлі бар. Дамир, солай ма? Сол кепілдік көмектесеміз. Бірақ дәл жаңалап бермейді. Енді өздеріңіз түсініңіздер, ол балалар алаңшасы кем дегенде 25 миллион қаражат. Кемел не деді өздері? Жасап береміз деді ғой, Жаңалап береміз деген шығар. Жөндеп, бояп, сырлап береміз деген шығар. Бірақ енді тура біздің жобадағыдай жасап бере алмайды. Өйткені біздің жобалардың құны қазір қанша? Дамир. 150 миллион. Бір аула. Сондықтан ол 150 миллионға мердігер жасайды деп мен енді оған, менің ойымша, жөндеп, сырлап, кеткен жерлеріміз қалпына келтіріп көмектесем деген шығар. Бірақ жаңадан жасап берем деген ол мүмкін емес. Бүйтіп бір-бірімізді алдамайық. Иә. Руслан Мұсапаров. Депутат Марқалықов. Бақытжан Әмірбекович, осы былтырма арғы жылма менің ұсынысыммен объездеріңізге қостырып, Байзақ Батыра, 3-ші период Менделеевалардың ортасында орналасқан сарайы бар, гараждары бар, қирап қалған. Өзіңіз болдыңыз сол жерде. Мен үлгермей қалдым, артыңыздан кетіп қалдыңыздар. Соның тағдыры не болмақ? Бір жағына шығару керек соны. Енді ан жерге барсаң, енді бір 90-шы жылдары жүргендей боласың. Енді ол мәселен біз жан-жақты зерделедік. Ол гаражда қирағанымен меншік иелері бар. Біз оларды бұзып тастай алмаймыз. Меншік иесі, олардың құқығы қорғалған. Оны мен бұзып тастауға ешқандай менде негіз жоқ. Иә, оның ішінде жаңағыдай қирағаны бар, күрделі жөндеуді қажет ететіні бар. Бірақ оның техникалық жағдайына біз барып жөндеу жұмыстарына да жасай алмаймыз. Сондықтан енді біз мынау ондай мәселелерді архитектураға оларға біз тек қана нұсқама беріп, ескертумен ғана шектеліп жатырмыз. Сол бағытта жұмыс жасап. Бірақ оны бұзып тастауға бізде динаятовна. Не жұмыс жасап жатырмыз? Нұсқама берілді. Нұсқама енді бізде ондай оларды сүріп тастауға ешқандай бізде құқық жоқ. Тек қана нұсқама беріп, оларды қалпына келтіру жұмыстарын жасауға нұсқама берілді. Жоқ, это частная собственность. Мы должны понимать, что это ол ата заңымызбен қорғалған меншік, жеке меншік. Но это не значит, что мы теперь должны забирать все. Енді ол кісілерге біз ешқандай шара қолданамаймыз. Шара қолданамаймыз. Крышасы жоқ, іші мусор толған, жартысы бұзылып кеткен. Егер тек қана шара қолданамыз, біз нұсқама береміз. Ол жерде қауіпсіздік шараларын қабылдау, жаңағыдай жөндеу жұмыстарын жүргізу, немесе егер пайдаланбаса қоршау жасауға талап қоюға нұсқама ғана береміз. Бірақ алып қоюға біз оған ешқандай құқығымыз жоқ. Штраф салуға болмайды. Штраф салса кішкене қимылдайтын. Штраф саламыз. Егер біз нұсқаманы орындамай жатқан болатын болса, әрине штраф саламыз. Егер қоқыс алаңын айландырып жатса, әрине штраф салынады. 505-ші баппен біз штраф салып та жатырмыз. Ешқандай жылжыған жоқ та ешқайда. Сол күйінше тұр. Одан да уже нашарлап баратыр ол жердің несі. Жағдайы. Қанша нашарласа да, оны біз тартып алуға негіз жоқ. Ол меншік иесі. Болды, рахмет. Болдық ба? Так, Бақытжан Әмірбеков, құрметті әріптестер, қатысқандарыңызға рахмет. Так, депутаттар аппарат бір 3 минут, 5 минутқа қала тұрыңыздар. Жақсы, рахмет Бақытжан. Қазір кіріп шығамыз? Қазір кіріп шығамыз.